Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен жердегі жұмақ деп аталып кеткен Мальдив аралдарына бірге саяхаттайтын боламыз. Мальдив аралдары оңтүстік Азияда орналасқан мемлекет. Астанасы Мале қаласы. Оның территориясы бар болғаны 298 км квадрат. Мальдив аралдары әлемде жер көлемі бойынша 186 орынға ие. Мальдив аралдары 850 километрге созылып жатқан маржандық атолдық аралдар тізбегінен тұрады. Мұнда ірілі-ұсақты 2000-дай арал бар. Соның 200-інде ғана адамдар өмір сүреді. Көпшілік бұл жерді жердегі жұмақ деп атап кеткен. Мальдив өзінің мөлдір суларымен, ерекше өсімдіктерімен, көз тоймайтын сұлу табиғатымен, су асты әлемімен және қонақжай туризмімен адамдарды өзіне тартады. Мұнда жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен миллиондаған адам демалуға келеді. Саяхатшы ғалым Марко Поло бұл жерді ашқанда Мальдив аралдарын Үнді мұхитының гүлі деп атаған. Мұндағы аралдардың кішкентайлығы соншалық, бір аралды бар болғаны 15 минуттың ішінде түгелдей аралап шығуға болады. Мальдив аралдары Шри-Ланка және Үнді мұхитымен шектесіп жатыр. Бұл елдің экономикасының 70% балық және теңіз өнімдерін құраса, қалған 30% туризм саласына тиесілі. Кейбір деректерге қарағанда, бұл елдің туризмі ең алғаш рет 1972 жылы итальян саяхатшысына қатты ұнағаны соншалық, ол өзімен бірге көптеген саяхатшыларды осында келе бастаған. Міне содан бастап Мальдив аралдары дүние жүзіне таралып, көптеген адамдар осы елді өз көзімен көруге асығыпты. Мальдив аралдарының астанасы Мале қаласы біздің елдің оңтүстігінде орналасқан Қызылорда облысымен шамалас. Айтпақшы, бұл ел ислам дінін ұстанатын мұсылман мемлекеті. Егер де Мальдив еліне саяхаттап барсаңыз, ол елдің заңын құрметтеп, оған бағынуға тиістісіз. Ол елде спирттік ішімдік ішуге тыйым салынған. Мұнда бір қызығы, автокөліктер өте аз. Елдегі адамдардың бәрі дерлік мотоцикл және велосипедтерді транспорт ретінде қолданады. Құрметті көрермен, біздің тілеріміз бәріңіз Мальдив аралдарына саяхаттап барып, бұл сұлулықты өз көздеріңізбен көруге тілектеспіз. Көріскенше күн жақсы.